Қайырлы күн. Бүгін сіздерге Impact 2026 халықаралық олимпиадасының 4-ші есебі үшбұрышқа берілген екен. Осыны қарастырайық. Яғни есептің шарты бойынша ең алдымен сызбасын сызып алсақ, бұнда ABC үшбұрышына сырттай шеңбер сызылған екен. Б және С нүктелер арқылы жанамалар жүргізген. Олар Т нүктесінде қиылысады дейді. Және А, Т түзуі мен Б, С түзуі К нүктесінде қиылысады. Және бұнда берілген БА-сы бұрышы 30 градус, БА-сы бұрышы, яғни шеңберге іштей сызылған бұрыш 30 градус, және АК-сы бұрышы 60 градус деп берілген екен. Яғни мына жер 60 градус болады. АК-сы бұрышы. Және табу керек бізге АБ-ның АС-ға қатынасын. Жақсы, ол үшін қарайық. Есептің шартында БА-сы бұрышы 30 градус деп берілсе, бұл онда шеңберге іштей сызылған бұрыш, онда БО-сы, яғни центрлік бұрыш бізде 60 градусқа тең болады. Енді осы жер 60 градусқа тең болатын болса, онда бізде мына жерде ОБ мен О-сы бізде радиус. Онда бұдан мына О-сы радиуспен жерде Б-сы кесіндісінде О-сы Б бізде 60 градус болады. Және О-Б-сы да 60 градус болады мына жақта. Жақсы, онда жерге жазып қояйық бізде. Бұрыш БА-сы 30 градус болса, онда бізден шығады бұрыш БО-сы 60 градус екендігі. БО-сы центрлік бұрыш. Онда мына жердегі біз жазып алайық. БО-сы және Б-сы бұның барлығы тең қабырғалы үшбұрыш болады. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғалары, яғни бұл R-ге тең болады. Яғни шеңбердің радиусын R деп алсақ. Және бұрыш АК-сы бізде 60 градус болғандықтан, онда мына жерді мен бір F нүктесі деп алайын. Мына жерді бір F нүктесі деп алатын болсам, онда менде мына жердегі KF, KS және FC үшеуі тең болады. Жақсы, енді ары қарай мына жерде Б-сы мен Б нүктесі және С нүктесі арқылы жанамалар жүргізілген. Олар Т нүктесінде қиылысады дейді. Онда мына жерде Т нүктесінен шеңберге жүргізілген екі жанама болып есептеледі да. Онда мына жердегі Б-ті мен Т-сы қандай болады? Тең болады. Б-ті, Т-сы екеуі тең болады екен. Енді ары қарай қарастырайық. Мына жерден жанама мен шеңбердің радиусы бізде перпендикуляр болады. Яғни оны жазып қояйық. Мына жердегі мысалға О-сы перпендикуляр болады Т-сыға. Және осы секілді екінші жақта мына ОБ перпендикуляр Б-ға. Оны да жазып қояйық мына жерге. ОБ перпендикуляр Б-ға. Жақсы, енді ары қарай. Мына жерден қарайтын болсақ, бұрыш ТБ-сы бұрышы. Яғни ТБ-сы бұрышы бізде онда бұрыш ТБ-сы бұрышы мен мына жердегі ТСБ бұрышы тең болады. Және біздегі ОСБ бұрышы мына жер 60 градус болды ғой. Олай болса мына БСТ бұрышы мына жер бізде 30 градусқа тең болады. Өйткені О-сы мен Т-сы бізде перпендикуляр болды, 90 градус. Онда мынау бізде 30 градусқа тең. Яғни онда мына жағы да бізде 30 градус. Өйткені бұл және Б-ті мен Т-сы тең болған тең берілуші бұрыш. Жақсы, енді ары қарай бізде мына жерде АК-сы бұрышы, АК-сы бұрышы мен бұрыш БКТ бұрышын алсақ. Олар екі бұрыш бізде вертикал бұрыштар. Вертикал бұрыштардың шамасы тең 60 градусқа. Онда мына жердегі мына
БКТ үшбұрышы бізде тік бұрышты үшбұрыш болады да, яғни мына жер қандай болады? Перпендикуляр болады екен. Яғни бұдан не шығады бізде? БТ перпендикуляр АТ-ға. БТ АТ-ға перпендикуляр болды. Жақсы. Енді БТ АТ-ға перпендикуляр болса, онда мына АБТ үшбұрышы бізде тік бұрышты үшбұрыш, онда бұдан біз нені білеміз? АБ-ның квадраты, яғни АТ-ның квадраты қосылған БТ-ның квадраты. Пифагор теоремасы бойынша. Жақсы, бізде іздеп отырған АБ-ның асыға қатынасы ғой мына жерде, содан біз АБ-ны қалай табу керек екен, яғни АБ-ның өрнегін құрып алдық. Жақсы, енді ары қарай келесі біздегі бұрыш ТКС бұрышын қарастырсақ. ТКС бұрышын, мына жерде мынау 30 градусқа тең, мынау 60 градусқа тең, онда мына жер бізде 120 градус болады. Ол түсінікті, ТКС бұрышы, ТКС бұрышы 120 градус екендігі белгілі. Онда КТС бұрышы бұдан шығады. Бұрыш КТС бұрышы 30 градусқа. Өйткені мына жер 30 градус болып тұр, мына жерде 30 градус болады. Онда бұдан білетініміз бізде мына ТК тең болады КС, мына ТК мен КС тең, және мына жерден бағана тең қабырғалы үшбұрыш шықты ғой. Мына жер 60, мына жер 60 болса, мына жерде 60 градус міне. Мына бұрышта 60 градус, онда бұдан КС және КФ, FZ барлығын тең деп алуға болады. Жақсы. Енді ары қарай. Мына жер 30 градус болатын болса, ТКС бұрышы. Мына үшбұрыш бойынша қарастырсақ. Үшбұрыш АТС үшбұрышы бойынша. АТС үшбұрышы бойынша біз Асыны өрнекті басақ. Асы, онда ол не болады бізде? Косинустар теоремасы бойынша Асының квадраты, ол ТСының квадраты, қосылған АТның квадраты, азайтылған 2ТС, көбейтілген АТ, көбейтілген косинус 30 градус. Яғни Асыны өрнектеп алдық. Жақсы, енді бізде қарастырайық. Нені табу керек? АТ, БТ және ТС атыларды тапсақ. Мына жерде БТ мен ТС тең болғандықтан, не БТ-ны, не ТС-ны өрнектеп алса, екеуі тең. Одан кейін бізге АТ-ны табу керек болады. Жақсы. Енді ары қарай қарастыратын болсақ, біз келесі үшбұрышты қарастырайық. Яғни БИТ үшбұрышы бойынша. Мына жерден қарайық. Мен мына жерден перпендикуляр түсіріп алайын. Одан Б-ға перпендикуляр жүргізетін болсам, онда ол менде ОТ-ны қосады. Мына жер бір нүктесі деп алсам, мынау перпендикуляр болады. Тең қабырғалы үшбұрыш, мына жағы тең берілу үшбұрыш. Онда ОЕ бізде Б-ға перпендикуляр. ОЕ Б-ға перпендикуляр жазып қойық. ОЕ Б-ға перпендикуляр. Енді осы жердегі мына БЕТ үшбұрышы бойынша, БЕТ үшбұрышы бойынша қарастыратын болсам, үшбұрыш БЕТ бойынша қарайтын болсақ, бұнда БЕ бізде тең болады Б-сының жартысы. БЕ Б-сының жартысы болғандықтан, онда бұның ұзындығы R бөлінген 2 деп алсақ. Онда бұл жерде тағы нені аламыз? БТ-ны БЕ және мына 30 градус бойынша, яғни косинусы бойынша өрнектейтін болсақ, онда БТ бізде тең болады БЕ бөлінген косинус 30 градус. Бұдан не шығады? БЕ-міз бізде
r бөлінген 2-ге тең, бөлінген косинус 30 градусымыз турасында 3 бөлінген 2-ге тең. Яғни b-тымыз онда r бөлінген турасында 3-ге тең екен. b-тыны тауып алдық. Онда бізде b-ты мен t-сы тең болған. Бұл екеуінің де мәні r бөлінген турасында 3-ге тең. Жақсы, енді b-тыны тауып алдық, мынадағы t-сыны тауып алдық. Ендігі мәселе екеуіндегі a-тыны табу керек. Жақсы, енді біз келесі b-t-k үшбұрышы бойынша қарастырсақ. b-t-k үшбұрышы бойынша. Бұл жерде b-t-k үшбұрышы да бізде тікбұрыш үшбұрыш. b-t-k. Өйткені бағана мына жерде b-ты мен a-ты қайткен перпендикуляр болған. Олай болса b-t-k үшбұрышы бізде тікбұрышты үшбұрыш. Мына жерде k, b, t бұрыш 30 градус болғандықтан жаңа b-тыны тауып алғанбыз. Біз мына жерден k-тыны есептеп жіберсек болады. Осы үшбұрыш бойынша біз k-тыны өрнектейтін болсақ, ол тең болады. K-тымыз бізде b-ты бойынша катеттері, яғни тангенс бойынша кетеді. Яғни b-ты көбейтілген тангенс 30 градустың мәніне. Онда b-тымыз бізде бар, r бөлінген турасында 3-ге тең, тангенс 30 градусымыз 3-тен турасында 3-ге тең. Олай болса, ол r бөлінген 3-ге тең болады екен. Енді мына жерде бағана жазып кеткенбіз, k-ты тең болады бізде неге? K-ты, t-k деп алғанбыз, t-k тең k-сыға, ол k-епке және f-сыға тең дегенбіз. Онда мына жердегі t-k мен k-еп тең болатын болса, осы екеуін алайық. t-k мен k-еп тең болатын болса, ол болды бізде r бөлінген 3-ге ғой. Онда бұдан біз нені жазып аламыз? Жердегі t-епті. T-ептің ұзындығы осы екеуінің қосындысына тең, яғни 2r бөлінген 3-ге тең. Жақсы, енді біз мұна a-тыны табу керекпіз. Бұл a-ты бізде неге тең? A-ты ол a-еппен осы t-ептің қосындысына тең. a-еппен t-ептің қосындысына тең. Оны қалай табамыз? Онда бізге a-еп керек болады. Жақсы, a-епті табу үшін бізде мына жерде мына бұрыш 60 градус қой. Онда мына бұрыш бізде 60 градус. Екеу вертикал бұрыштар. Жазып қояйық мына жерге. Бұрыш KFC тең болады бұрыш OFA. Вертикал, вертикал бұрыштар. Бұлар тең болады 60 градусқа. Онда 60 градусқа тең болатын болса, жарайды, осы жерде тұра тұрсын. Келесі OFT үшбұрышын қарастырайық. Үшбұрыш OFT үшбұрышын қарастыратын болсақ, мына жерде бізде ТОС мына бұрыш 30 градус екендігі белгілі. Өйткені мына тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі, мына бұрышты тең екіге бөліп тұр 30 градус. Мына жер 60 градус, мына жер 120 градус. Мына бұрыш 30 градус. Онда бұдан нені білеміз біз? OF пен TF-тің тең екендігін. OF пен TF-тің тең екендігін білеміз. Онда OF пен TF бізде тең болады. Жаңа TF-ті тауып алғанбыз. 2R турасында 2R бөлінген 3 екендігін. Жақсы. Енді бізге қосымша тағы бір сызық керек болып тұр. Мына жерден OA-ны қосып жіберсек. OA-ны қосып жіберетін болса, менде қандай үшбұрыш шықты? AOF үшбұрышы бойынша қарастырсам. Үшбұрыш AOF бойынша. AOF үшбұрышы бойынша, мына жерде OA-ның ұзындығы R-ге тең екендігі белгілі, радиус. OF-тің ұзындығы бар бізде, не тауып алғанбыз жаңа. Онда
біз осы жерден мына AF-ті мына бұрыш бойынша косинустар теоремасымен тапсақ, яғни AF-тің OA-ның квадраты дейін. OA-ның квадраты ол тең болады OA бойынша, мына жақ бойынша табайық, OA-ның квадраты ол OF-тің квадраты қосылған AF-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген OF көбейтілген AF көбейтілген косинус 60 градус. Осы бойынша орындарына қойып шығатын болсақ, OA бізде R-дің квадраты, OF бізде 2R бөлінген 3-дің квадраты, қосылған AF жоқ бізде, AF-тің квадратын жазып қояйық, азайтылған 2 еселенген OF бізде 2R бөлінген 3, AF көбейтілген косинус 60-ымыз 2-ден 1-ге тең. Енді осыдан мынандай не қараймыз. AF-тің квадраты азайтылған, жерде 2 мен 2 қысқарып кетті. 3-тен 2 R көбейтілген AF. Мына жерде R квадрат, 9-дан 4 R квадрат азайтылады бізде. Онда минус 9-дан 5 R квадрат қалады, тең 0-ге. Мынау бізде квадрат теңдеуге келді, Осы квадрат теңдеуді шешетін болсақ, AF-ке байланысты, онда AF тең болады бізде 1 қосылған турасында 6 бөлінген 3 R-ге. Осыған тең болады екен, есептеп көрсеңіздер болады. Олай болса, біз A-тыны таптық. Яғни A-ты тең болады. AF-пен жаңа жазғамыз A-тыны қайда жаздық? Мына жерде жаздық, A-ты AF-пен TF-тің қосындысына тең деп. Онда AF бізде 1 қосылған турасында 6 бөлінген 3 R-ге тең болса, онда TF бізде бар 2R бөлінген 3 дегенге. Онда бұдан шығады 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3 R-ге. Сонымен біз A-тыны таптық. Жақсы. Енді A-тыны тауып алдық. Олай болса, A мен A-сыны тапсақ болған, Қазір мына жерде ресіп тастайық. Мына жерге есептеп жүрейік. Бірінші A-ның квадраты. A-ның квадраты ол бізде A-тының квадратының B-тының квадратына қосындысы болған. Яғни A-тының квадраты бізде 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3R осының квадраты. B-тының квадраты, B-ты бізде мына жерде R бөлінген турасында 3 болған, R бөлінген турасында 3-дің квадраты. Осыны есептейтін болсақ, бізде B-тының квадраты, A-ның квадраты тең болады 18 қосылған 6 турасында 6 бөлінген 9R квадрат. Мына жерде қысқартып жіберейік, Қысқартып жіберетін болсақ, ортақ көбейтікішін 6-ны шығарып жіберейін. Сонда 6-ны шығарып жіберсем, 3 қосылған турасында 6 бөлінген 9R квадрат қалады. Ал ары қарай жеті қысқаратын болсақ, 3-тен 2, 3 қосылған турасында 6R квадрат болды. Жақсы, бұл A-ның квадраты. Енді A-сының квадратын табамыз. Ал A-сының квадратын бізде міне жерде косинустар теоремасы бойынша T-сының квадраты дейді. T-сы мен B-ты бізде тең болғандықтан, ол R бөлінген турасында 3-дің квадраты қосылған A-тының квадраты, ол жаңа есептеп алғанбыз мына жерде. 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3R деген, 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3 R-дің квадраты. Азайтылған 2 еселенген, R бөлінген турасында 3, көбейтілген 3-тен 3 қосылған турасында 6R, көбейтілген косинус 30 градусымыздың мәнін жазсақ, 2-ден турасында 3-ге. Жақсы, бұдан шығатыны бізде A-сының квадраты
мына өрнекті есептейтін болсақ, бұдан 9 қосылған 3 турасында 6 бөлінген 9 r квадрат шығады екен. Қысқартып жіберейік. Сонда бұдан шығатыны ортақ бөлгіш 3-ті шығарып жіберсем, 3 пен 9 қысқаратта 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3 r квадрат деген шығады. Жақсы, олай болса енді осы а бұның квадратының а-сының квадратына қатынасы. Ол болады, мына жерде 2, 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3 r квадрат бөлінген, мұнанікі 3 қосылған турасында 6 бөлінген 3 r квадрат дейді. Онда мынадар қысқарып кетеді бізде 2-нің 1-ге қатынасына. 2-нің 1-ге қатынасына болатын болса, онда а бұның а-сыға қатынасы турасында 2-нің 1-ге қатынасына тең болады екен. Осылай 4-ші есебіміз шықты.